Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен. Бүкіл әлемнің Раббысы Аллахқа мадақ. Пайғамбарымыз Мұхаммедке, отбасына және оның жолымен жүрген бүкіл үмметіне Аллахтың сәлемі мен игілігі болсын. Ислам дінінде қасиетті саналған 3 айдың бірі Шағбан айы. Ережеп айының аяқталуымен Шағбан айы басталады. Көптеген жақсылықтардың бастауы деген мағынаға ие бұл ай алдағы Рамазан айын сүйіншілейді. Әбу Амама әл-Бахилиден жеткен хадисте Алла елшісі Шағбан айы кіргенде өздеріңізді тазалаңыздар және ниеттеріңізді дұрыстаңыздар деген екен. Осы айтқандай бұл ай тазалық айы. Көңілдің, жүректің тазалығын қажет ететін ай. Рамазан айы келместен 5 парыздың бірі оразаға дайындық жасап, адамға деген өкпе реніштен көңілді тазартатын ай болып саналады. Ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям Режептен кейінгі кезекте Шағбан айына өте көп көңіл бөлген. Аллах тағалам Режеп пен Шағбан айларын берекелі қыла көр. Бізді Рамазанға аман есен жеткіз деген дұғасын жиі айтатын болған. Осы айда Алла тағалаға құлшылықты арттырған абзал. Бұл айдағы сауабы көп құлшылықтың бірі ауыз бекітіп, нәпіл ораза ұстау. Өйткені Айша анамыз радиаллаху пайғамбарымыз басқа айларға қарағанда Шағбан айында көп ораза ұстап былай дейтін: сауапты амалдардан шамаларың жететінін жасаңдар, өйткені сендер жалықпасаңдар болғаны. Аллах сендерге ешқашан жалыққандай сыңай танытпайды. Аллах тағала қабыл алатын ең жақсы амал аз болса да үзбей істелген амал деп еске алған. Кімде-кім Шағбан айының басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн ораза тұтса, Алла тағала оған осы тұтқан оразасы үшін 70 пайғамбардың сауабын береді деген хадис жеткен. Ал Анас радиаллаху анх Алла елшісінен Рамазаннан кейін қандай ораза маңызды деп сұрағанда, ол Рамазанға құрмет ретінде Шағбан айында ұсталған ораза деп жауап береді. Қандай садақа абзал деп сұрағанда, Алла елшісі Рамазан айында берілген садақа деп жауап берген. Шағбан айы ислам тарихында маңызды оқиғалардың орын алуымен де ерекшеленеді. Атап айтқанда, хижреттің 2-ші жылы Шағбан айының орталарында түскен аяттарда мұсылмандар құбыласы өзгерген. Бұрынғы Ақса мешітіне емес, ендігі жерде Меккедегі қасиетті Қағбаға бет қарататын болған. Ал тағы бір аяттарда Рамазан айындағы ораза парыз етілген делінген. Жыл сайын әлем мұсылмандары Шағбан айының 15-ші түнін ерекше қуанышпен қарсы алады. Өйткені ол қасиетті Бараат түні болып табылады. Бұл түн періштелер жер бетіне түсетін, дұғалар қабыл болатын, кері қайтарылмайтын берекелі түн. Бұл түнді ислам ғұламалары мүбәрак, кешірім, сақ атауларымен атайды. Шағбан айының 15-ші жұлдызы туралы, яғни Барағат түні туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: Шағбан айының жартысы толған түнді құлшылықпен өткізіңдер, күндіз ораза ұстаңдар. Өйткені Аллах тағала күн ұясына батқан шақта: кешірім тілеуші бар ма? Кешірейін. Ризық сұраушы бар ма? Ризық берейін. Ауру сырқауға ұшырағандар бар ма? Шипа берейін деп, таң шапағы атқанға дейін рахымын төгеді дей келе, Алла тағала Шағбан айының 15-ші түні Барағат түні жер бетіне мейірім жаудырып, өзіне серік қосқандар мен ата-анаға қарсы шыққан басқаларды да кешіреді деп те айтқаны бар. Сүбәни ибн Мәжә Иқаматус Салат 191 бетінде. Сондықтан бұл түнде пайғамбарымызға көп салауат айтып,
Алладан біліп білмей істеген күнәларымыздың кешірілуін тілеп, истиғфар, дұға, ғибадат, құлшылықпен өткізген абзал. Барағат түнінен соң келесі күні, яғни Шағбанның 15-ші күні ораза тұтқан мұстахаб амал болып саналады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам осы оразаны тұтуды өсиет еткен. Сондықтан да Шағбан айының 15-ші күні ерікті түрде сауабынан үміт етіп, нәпіл ораза тұтуға кеңес береміз. Сондай-ақ қаза болған оразаны да ұстауға болады. Қасиетті Шағбан айында жоғарыда айтып өткеніміздей, Рамазан айына берілген белгілі бір дайындық жасаудың мәні зор. Айталық бойымызды түрлі жаманшылықтан тазартып, ниет ықыласымызды дұрыстап, мейлінше пәк жүрекпен қадам басу қажет. Яғни қызғаныш, көреалмаушылық, қастандық, жек көрушілік, ашушаңдықтан жүрегімізді тазалап, ғайбат, өсек, сөз тасу, жамандау, кемсіту, көпшіліктің алдында біреудің айыбын көзге салып ұялту секілді жағымсыз істерден тілімізді қорғауымыз қажет. Араздасқан адамдармен достасып, ағайын туыспен татулығымызды арттыру керек. Шағбан айынан кейін келетін Рамазан айында ораза тұтуға ниет етіп, осы айға да құлшылығымызды арттыруға амал етейік. Өйткені Әбу Әмама әл-Бахилиден жеткен хадисте Алла елшісі Шағбан айы кіргенде өздеріңізді тазалаңыздар және ниеттеріңізді дұрыстаңыздар деген екен.